Баршаңызға сәлем. Дастарханымызға осындай әсемдік беріп тұратын жаңа жылға арналған салат түрін ұсынамын. Жасалу жолы өте оңай. Ең алдымен піскен картопты осылай шетіне дөңгелетіп жайып шығатын боламыз. Тегістеп бетіне майонезімізді құямыз. Майонезімізден кейін майонезді тегістеп болғаннан кейін бетіне қалауларыңыз бойынша жержаңғақ қоссаңыздар болады. Мен жержаңғақ қостым. Одан кейін бетіне барып қызыл сұйқаламды салдым. Қызыл сұйқаламды салдым да кішкене майонез қосып тоже тегістеп алдым. Майонезді көп қоспасаңыздар болады, қыздар. Одан кейін барып піскен сәбізімді салдым. Сәбізіме де кішкене ғана майонезімді жағып шықтым, әдемілеп тегістеп. Мына жерде қыздар жұмыртқаның ағы мен сарысын отдельно осылай бөліп аламыз. Бірінші жұмыртқаның сарысын қосатын боламыз. Сарысын қосқаннан кейін бетіне майонез жақпасаңыздар да болады. Сразу үстіне ағын қоссаңыздар болады. Қалауларыңыз бойынша әдемілейсіздер. Мен ыңғайлы болсын деп осылай майонезді салафанға құйып алдым да осылай шетін әдемілеп құйып шықтым. Өте әдемі болып шығады, қыздар. Бетіне оформлениясын көрсететін болам қазір. Оформлениясы қолжетімді бәрі. Сіздердің фантазияларыңызға байланысты. Мен укропты алдым. Мына жерде қызыл сұйқаны осылай жұлдыз жағып әдемілеп снежинка сияқты жасадым. Болмаса дайын формаларда болады. Қыздар, міне укропты әдемілеп осылай жайып, бетіне гранатымды, анарымды, жаңағы жұмыртқаның ақтарын осылай әдемілеп қойып шықтым. Баршаңызға ас болсын, ұнады деген сенімдемін. Ұнап жатса каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.